Ассалаумағалейкум қалың елім, қазағым, армысыздар алталаш алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Украинаға көмек Еуропадан күшейіп келе жатыр. Ресейдің мұздатылған ақшасын құлпын шешіп жатыр дейді. Енді ол құлпы қашан шешіледі, бірақ бұғанға дейін Ресейдің мұздатылған аса зор көлемдегі ақшасының тек өсімін беріп келіп отырған, өсімнен түскен табысын беріп келіп отырған. Енді оның өзін тіке береміз дейді. Путиннің ызаланып күйіп пісіп отырған әңгімесі осында. Мен бұл арада сіздерге айтайын, неге оны бірден бере салмайды деген әңгіме бар. Мен сіздерге қазір соны түсіндірейін. Бір минут. Бұл жерде Еуропадағы банктер жекеменшік банктер. Олар президенттердің шешімін тыңдамайды, естеріңізде болсын. Бұл жердегі әңгіме сонда. Сондықтан бұл жерде Еуропаның басшылары банктерге шешім шығара алмайды, естеріңізде болсын. Неғып бас салып мұздата салмайды? Ол Назарбаев, Тоқаев емес, бүкіл мемлекеттің жаңағы бүкіл мәселесін қарайтын Еуропа мен Америка емес. Қазақстан мен Ресей емес. Қазақстан, Ресей, Қытай сияқты елде бірінші басшы қысқасы анау ақыл әжетхананың бағасына дейін контролдайды. Банк соныкі, табыс табатын бүкіл тірлік көз соныкі. Онда тәуелсіз қаражаты бар экономикалық күштер, алпауыттар болмайды, президентке қарсы шығуға болмайды. Елдің басшылығына мысалы Ресейде Трампқа, Ресейде Путинге қарсы бір орыс сөйлей ала ма? Жоқ. Қытайда Ши Цзиньпинге қарсы ашық қарсы шыға алатын бір саяси күш бар ма? Жоқ. Қазақстанда бір саяси күш бар ма? Жоқ. Яғни бұлар бүкіл мемлекетті монополдап алған. Ал Еуропа мен Америкада елдің басшылары ол банк, қаржы, анау өндіріс орындарына ол тиісе алмайды. Ол жекеменшік, банк жекеменшік, бітті. Ол ұрпақтан ұрпақ, ол баласына қалдыра ма, тоқалына қалдыра ма, ол сол әулеттің меншігі ма, банктың жаңағы жарнашылар алқасынікі ма, өзі шешеді. Президент жаңағы анау мынау дей алмайды. Президент экономикалық саясатын шешеді. Мүмкін оның сол экономикалық саясаты ары қарай президентке пайдалы болса болар, пайдалы болмаса болмас, бірақ ол маңызды емес. Маңызды сол банкті жабам деп жаба алмайды, өшірім деп өшіре алмайды, жаңағы тәркілейім деп тәркілей алмайды. Яғни бұл жерде экономикалық тәуелсіз күштер бар. Мысалы, кезінде Илон Маск, Трамптың мен деген сенің былығыңды ашам, Эпстейн мен болған былығыңды ашам деп аузына келген көкіл. Трамп не істей алды Илон Маскке? Ештеңе істей алмайды. Неге? Ол тәуелсіз адам. Ол Американың азаматы. Мысалы, Америкадағы медиалар Трампты жерден алып, жерге салып, сынап жатады. Не істей алады? Ештеңе істей алмайды. Ол істесе, бүкіл халық көтеріледі. Яғни, Трампты сынай алатын ақпарат та бар. Оған қарсы тұратын адам да бар. Оған ұйымдаса алатын қаржы көзі де бар. Міне бұл демократия. Мысалы, дәл қазір Американың демократиялық саясатының бір керемет жері, міне демократтар конгресте мұнау мемлекеттің айлығын бермей отыр. Демократтар, Трамптың қарсылас партиясы, Трамптікі республикашылдар ғой, қарсылас демократтар айлықты шешпей қойды. Қазір Америка өкіметі тоқтады. Америкада үкімет жоқ қазір. Трамп енді қорғаныс соғыс министріне айтты, қайдан тапсаң оннан тап, қазан айының айлығын біздің сарбаздарымыз алу керек, ол біздің мемлекетіміздің қауіпсіздігі үшін керек деді. Яғни айлық алатын, мемлекеттен айлық алатын сарбаздарды конгрестен бөлек оның қаражатын шешіп келе жатыр. Ал бүкіл мемлекеттегі, былайша айтқанда бюджетник дейтіндердің айлығын демократтар алды да жобадан ана есептіге дауыс беретін кезде өткізбей қойды қысқасы. Неге? Демократтардың өздерінің бір талаптары бар. Оған республикашылдар қарсы. Республикашылдардың талабы бар. Оған демократтар қарсы. Жылдық есеп қисапты, қаражатты екі партия конгресте қырқысып шешетін кезде демократтар жеңіп кетті. Оның ішінде кейбір республикашылдар демократтарға беріліп кетті. Сонымен бітті, өтпейді деді, өткізбей қойды. Сонымен Американың өкіметінде айлық жоқ. Енді бүкіл бәленбай адам айлықсыз жаңағы демалысқа кетті.
Трамп тіпті айтады, осы орайдан пайдаланып, мен тағы мемлекеттегі жаңағы болса да болатын, болмаса да болатын қызмет орындарының барлығын қызметтен босатам дейді. Міне демократия. Президент шеше алмайды. Президенттің ақ деген алғыс, қара деген қарғыс емес. Енді қайтеді? Енді республикашылдар бар, яғни Трамптың партиясы бар. Олар енді ана демократтарменен саудаласады. Сен анаған көн, онда сен 5 келе алма бер, мен саған 3 келе жүзім берейін дейді. Жоқ, сен жүзіміңді жемейін болды. Онда анау айтады, онда мен 4 келе берейін дейді. Жоқ, сен маған 50 келе жүзім берсең, мен саған 1 келе алма берейін деп олар да қырсығады. Сөйтіп саудаласады. Олардың бір талабына республикашылдар келісуге, ал республикашылдардың талабына олар келісуге. Бұл кәдімгідей сауда. Кәдімгідей сауда. Бидайшы айтады, мен саған жаңағы 2 қап бидай берем, 2 бұт бидай берем дейді, 2 пұт бидай берем дейді. Ал қойшы айтады, онда мен сенің 1 бұт бидайыңа 1 қой берейін дейді. Жоқ, анау кембейді. Анау айтады, сен маған 10 қой бер, мен 2 қойыңды 2 қайда жеп алам, ары қарай не істеймін, ал сенің менің бидайыммен бір жыл тамағыңды асырайсың, сен маған 10 қой бересің дейді. Кемі 10 қой бересің, болмаса 20 қой бер дейді. Сөйтіп егіншіменен малшы саудаласқан сияқты республикашылдар менен демократтар Америкада міне өстіп саудаласады. Ал міне бұл батыстық демократиялық жүйенің бір керемет механизмі да. Бір адамға шектен тыс билік бермейді. Сол шектен тыс билікті қолына алам дегісі келетін, қандай мың жерінен алдына келсе тістеп, артына келсе теуіп тұрған, тарпып тұрған, қандай мықты келсе де, қарсылас партия конгресте оны ауыздықтай алады. Көрдіңіз ба? Ауыздықтай алады. Тізгін дейтін нәрсені қазақтар неге атқа орнатты? Неге шылбырды орнатты? Неге тізгін? Неге шылбыр бар? Неге мына аттың аузын ұстап тұратын ауыздық бар? Соның барлығын қазақтар ойлап тапқан, көшпенділер ойлап тапқан. Біздің соғыста мықты болуымыздың себебі біз атты кәдімгідей меңгердік. Ал көп елдер тіпті бертінге дейін аттың аузына ауыздық салуды білмеген. Үзеңгінді білмеген. Енді ойлаңдар. Тура мына жүйе мемлекетті ауыздықтаудың керемет жүйесі де диктатураны бір адамның немесе бір кланның, бір партияның шектен тыс монополия ұстап алуының алдын алып отыр. Ал Қазақстанда осы бар ма? Жоқ. Ресейде бар ма? Жоқ. Қытайда бар ма? Жоқ. Ресейде Путин өлдесе өледі. Қытайда Ши Цзиньпин өлдесе өледі. Қазақстанда Тоқай мен Назарбай өлдесе өледі. Ана партиялар қандай? Фейк партия. Ана Азат партиясы деген партия бар. Назарбаев кеткенде, ана аталмыш оппозициялық партияның жетекшісі Азат Перуашев еңіреп тұрып жылайды. Оның ұлты сарт ол. Оның Азат Перуашев кетіп орнына оның ит аяғын жалайтын Қазыбек Иса деген ақын келді. Ана алқаш ақын. Ақын ол. Ол нағыз жалақор. Менің үстімнен жаңағы 10 мың қазақтың қолын қойғызып, 2020 жылы Серікжанды түрмеден бекер шығардыңдар, оны соттау керек, Шақановты қорлап қойды дейді ғой. Шақановты мен қорлап, Шақанов менен зардап шегіп қап. Содан 10 мың қазақ Шақановты қорғаймыз деп жаңағы қол жияды ғой. 10 мың қазақ қол жияды. Соны прокурор айтып, біз енді Серікжанға тиісе алмаймыз деген ғой. Оны ұстасақ Еуропа, Америка тағы көтеріледі. Енді басымызды араның ұясына тықпаймыз. 10 мың қазағың айт енді. Тұра тұрсын пока деген ғой, қысқасы міне. Сол жаңағы жылаған Азат Перуашевтің партиясының орынбасары Қазыбек Иса Тоқаевты не дейді? Қазақ деген жетіні қасиетті деп біледі. 7 жыл отырыңыз деп президенттік мерзімді 7 жылға ұзартып қояды да. Мен айтам да, ана Есекбастың миына қазақтар ана 41-ді де қасиетті дейді ғой. 41 құмалақ салады қазақтың бақсылары, 40 деген 40 күндік нәзірін береді, жаңағы ғай берен 40 шілтен деген сөздері бар қазақтың. Баланы 40-нан шығарады жаңағы. 40 деген. Жаңағы шілде деген бұл парсының, сарттың сөзі, парсылардың, ирандардың сөзі, сарттардың. Шілля деген, шілля біз айтатын шілде, ол 40 деген сөз, 40 деген сөз ғой. Біз айтатын шілде айы дегендегі шілде, 40 деген сөз ғой. Біз 40 айы деп жүрміз қысқасы. Ана баланы 40-нан шығару, өлген адамның 40-ын әзірін беру. Сонда ана Қазыбек Иса қазақ жетіні қасиетті деп біледі, 7 жыл отырыңыз деп. Сонымен президенттің мерзімін 7 жыл қылғанда, сол Есекбастың миына неғып
қасиетті сан екенді келбей қалған 40 жыл отырыңыз десе, бәрі шаруа бітеді де. Бәрі шаруа 40 жыл отырыңыз десе, міне. Ал жаңағы Америкада мемлекеттің бюджетін дауыс беруде өткізбей қойған қарсы партия Ресейде, Қазақстанда, Қытайда жоқ. Міне сол себепті де демократия жоқ. Демократия жоқ. Міне көрдіңіздер ма? Әңгіме осында тұр, қазақтар. Сондықтан көп нәрседе мынау демократия деген заттың не екенін білмейтін менің қазақтарыма менің айтатыным осы. Айналайын қазақтар, демократия дейтін затты егер ұнатпасаңыз, аңсамасаңыз, армандамасаңыз, онда жағдайыңыз қиын болады. Көрдіңіз ба, демократияның бір мемлекеттің өсуіне, дамуына деген ықпалы қаншалық күшті болатындығын. Мынау көп қазақтар айтады, ел аман жұрт тыныш болсын деп. Мен өз соңғы кезде ел аман жұрт тыныш болсын дейтін бұл сөзді тәуба шүкір, мыналар ұрлай берсін, әйтеу басымызды қатырмай отыра берейік. Болды. Ел аман жұрт тыныш болсын деген сөздің ар жағында бір құлдық сана жатыр. Ұрылар ұрлай берсін, қанішерлер қаныше берсін, қарақшылар тонай берсін, педофилдер сәбилерді зорлай берсін, армияда жастарды өлтіре берсін, әділетсіз соттар нақақ соттарды жүргізе берсін, қазақтың алтын азаматтар түрмеде шіри берсін, өле берсін, жастарымыз қор болып қара жұмыс істеп қаңғып кетсін, үйсіздік, күйсіздік, теңсіздік, әділетсіздік, жұмыссыздық, содан бүкіл халық қоғам езіліп, қазақ ауру болып, 50-60-қа жетпей, тісте жоқ, түрде жоқ, денсаулықта жоқ, өле берсін. Міне, ал мыналар қалқып, шалқып, алды миллиардты шашып, ғарышқа ұшып, қазақты тонаған ақшасыменен жүре берсін. Тек бір топ жаңағы итаяқтан жуынды ішетіндерді ғана сахнада тайраңдатып қою керек. Суайт журналистер, арсыз жезөкше әнші әртістер және арамза мұнафиқ молдалар. Арамза мұнафиқ 200-ді дәйіз молдалар. Соларды сахнаға шығарып, олардың бүкіл жағдайын жасап, 100 мәрте қажылыққа жіберіп, даңғарадай мешіт құрып беріп, телеарна, YouTube арналар құрып беріп, сайттар ашып беріп, солар күні түні ана сайтан әншілері ана жақтан кетеді, ана жақта арсыз, ана итаяқтан жуынды ішкен ақындар, ол ел басым жасасын деп ол кетеді, мына жақтан тәуба шүкір деңдер, қатыныңды зорласа тәуба шүкір деп, ол оның тағдыры, мұсылмандар сабырлы болу керек, Алла сабырлар жақсы көреді деп ол отыру керек. Сөйтіп халықты құлдыққа қарай әкете беру керек. Ел аман жұрт тыныш болсын деген сөздің мен түсіндіретін аудармасы осы. Анығында біздің еліміз аман ба? Біздің халқымыз аман ба? Қырылып жатыр. Қазақтар 60-тан өтпей өліп жатыр. 40-50-ден кейін қазақтың денсаулығы құриды. Өз-өзіне қол жұмсаудан әлемде бірінші. Армияда міне соңғы бір аптада 2 жас жігіт табытпен қайтты үйіне. Ата-аналар аңырап жылап отыр. Бүкіл қоғамда педофилдер ешқашан сотталмайды. Міне Қырғызстанда енді педофилдерді піштіру туралы заң шығып жатыр екен. Мен қырғыздарға разы болдым. Қазақстанда ондай да заң жоқ. Қазақстанда егер біреу педофилдік істесе, мемлекет сол педофилді ұрып жатқан ана ауыл тұрғындарынан ана армияны жіберіп барып педофилді құтқарып алып қалады. Армияны жіберіп ана педофилді қылмыс үстінде ұстап алып тепкілеп жатқан ауыл тұрғындарынан педофилді құтқарады. Ауылды танкімен қоршайды. Ана педофилді құтқару маңызды. Неге? Педофил табылмайды оңайлыққа. Педофил Қазақстан билігіне керек. Неге? Оны анда жіберіп қояды. Бүгін Шымкент ұсталса Қызылордаға, одан түрмеге жіберіп қояды, одан мектепке жіберіп қояды. Неге? Халықты үреймен ұстап отыру керек. Қорқынышпен ұстап отыру. Халық тура саптаяқ ас құйып, сабына қарауыл қойып, жалт-жұлт етіп, 2 шоқып, 1 қарап аспанға шошып отыру керек. Уайымдап отыру керек. Уайымдап отыру керек. Ана қатыннан да ес кету керек. Ана құрттап, биттеп, саралетек болған көйлегін ол уайымдай далмау керек. Ол ертең не тамақ берем, күріш таусылды, ұн таусылды, май таусылды, ет таусылды, қазанға не саламын, ол соны уайымдау керек.
Еркек таң бозынан ми ашуы керек, қызды қайтып ұзатам, келінді қайтып түсірем, бала шағаны қайтып асырайым, мектепке қалай жіберем, ол соны ойлау керек. Халықты әдейіге жоқшылыққа салып отыр. Әдейіге. Жоқшылыққа әдейі салып отыр. Біздің жеріміз, біздің байлығымыз, біз деген бұлай өмір сүретін халық едік. Бұлай өмір сүретін халық едік. Әдейіге жоқшылыққа ұстап отыр. Міне, көрдіңіздер ме? Енді бүкіл Шығыс Қазақстанның жерін Қытайға беріп, бұның барлығы неден? Бұның барлығы халықты өстіп, қарпышылықта ұстамаса, халық оянып кетеді, көтеріліп кетеді. Міне, әңгіме осында тұр. Мен енді бұл арада бір қызық жағдайда көріп аң-таң қалдым. Өте қызық жағдай. Біз қайсы күні бір қырғыз бауырымыздың арызын жариялаған болатынбыз. Ол арызда жаңағы ол қырғыз бауырымыз Қытайда қамалып қалған, сол Қытайда қамалып қалғаннан кейін сол қырғыз бауырымыз бізге арыз берген қарындасымыз. Оның жаңағы апайы сол Қытайда қамалып қалған. Оны білесіздер, мына Step Times дейтін аккаунт бар. Сонымен бірге жаңағы Марғұлан Нұрданбай дейтін бауырымыздың инстаграмдағы аккаунты бар. Сол аккаунтта біз міне қырғыздарды қорлап жатыр Қытайда деп видео сасақ, Қырғызстанның сыртқы істер министрі инстаграмдағы Step Times'тың астына хат жазыпты. Телефонымыз мынау, хабарласыңыздар, міне деп жазыпты. Мен әгіні көріп аң-таң қалдым. Қазақтың Step Times аккаунтына Қырғыздың сыртқы істер министрі хат жазып, астына коммент қалдырып, телефондарын қалдырып, біз бұл мәселені ары қарай қараймыз, нақтылы дәлел деректерменен хабарласыңыздар деп әлгіні жазыпты. Step Times'тың астында тұр. Step Times'тың астында тұр. Мен мына жерде қарап жатырмын, қайсы күні сақтап қойғам. Соны тауып алсам, скринін тауып алсам көрейін. Егер Step Times көріп отырса, маған қайтадан жібере салсыншы. Мен қайсы күні сақтап қойып едім. Міне, қырғыздарды мойындайсың, мемлекет кәдімгі. Кәдімгі бір телеарна емес, жай менің лекцияларымды қиып тарататын аккаунт қой, Step Times деген. Соның жаңағы астына солай жазыпты міне. Көрдіңіздер ме? Аң-таң қаласың. Аң-таң қаласың. Мен разы болдым әуелі. Мен міне орталық комитеттен көрейінші, қай жерде екен. Мен таба алмай қалдым. Қайсы күн тауып едім? Қырғыз деп ізденші. Таппадым. Мен Step Times қайтадан маған жіберіп берсін. Қысқасы, инстаграмдағы Step Times'тың астында тұр. Қырғыз бауырларды қорлап жатыр деп біздің жазған жазуымыздың астына енді солай Қырғыздың сыртқы істер министрі жазыпты. Бізбен хабарласыңдар деп. Енді соны көрген кезде мен сөздің шыны мойындадым. Қырғыздың сыртқы істер министрі Қытайда қамалып қалған қырғыз азаматын құтқару мәселесін назар ұстап отыр. Олардың алдына бар, біз арыз жазған жоқпыз. Біз бар неткен жоқпыз. Ал бізде Қытайда қамалып қалған Қазақстан азаматы, міне Әлімнұр Тұрғанбай, олар сыртқы істер министрінің алдына барып арыз берсе, оларды қамайды. Олардың үстінен әкімшілік сот жүргізеді. Ал қырғыздың бір азаматы Қытайда қамалып қалса, оны біз жарияласа, қырғыздың сыртқы істер министрі біздің аккаунтымыздың астына коммент жазып, бізбенен хабарлас дейді. Міне, көрдіңіздер ме? Екі ел ұқсамайды. Неге? Салыстырмалы түрде қырғыздың санасы ашық. Неге? Оларда Назарбаев болған жоқ. Оларда Назарбаев болмағандықтан, Назарбаевтың 30 жылдығы қазақты әбден езіп табанға таптаған 30 жыл болды. Қазақтарды жаңағы жағымпаз, жалтақ, үркек, қорқақ қылып жіберді Назарбаев. Неге? Бас көтергенді өлтірді, шапты, соттады, қудалады. Содан қазақтар үрейленіп, қорқып қалды. Ал қырғыздарша
Мен 5-6 президентін ауыстырды мысалы. Міне. Сондықтан оларда бір ашық ойлылық бар. Міне. Ана әр функция өзі істейді, бірақ енді Садыр Жапаров Назарбаев болуға тырысып жатыр. Қырғыздың Назарбаевы болуға тырысып жатыр. Жағымпазданып, Москваға жағымпазданып, Қытайға жағымпазданып сөйтіп бара жатыр. Енді қырғыздар Садыр Жапаровты құлатса, мүмкін демократияға келеді. Садыр Жапаровты құлатпаса, онда Садыр Жапаров қырғыздың Назарбаевы болып қалады. Енді осыдан барып демократия менен диктатураның айырмасын білесіздер. Жаңағы Америкадағы екі партия, республикашылдар мен демократтардың міне текетіресі әлі жүріп жатыр. Америка өкіметі әлі іске кіріскен жоқ. Неге? Өкімет тарады. Өкімет қызметтен кетті. Өкіметсіздік жағдайда. Армияның қазан айындағы айлығын қайдан тапсаң одан тауып шеш деп президент тапсырма беріп отыр. Армияға да айлық жоқ. Бұл деген не? Бюджетті талқылады. Бюджет ана ақшаны алай бөлеміз, мына ақшаны бұлай бөлеміз. Ана екі партияның өкілдері конгресте деген қырылысып қалады. Аналар деген ана ақша ана болмайды, ол көп, оның тиын тебен есептеп, том мәселелерді қарап, оны шешпесек болмайды, ана жоқ, мына салаға ақша бөлмесек болмайды. Қырылысып, кегірдектесіп қалады. Міне сол даудан ана қарсы партия өткізбей қойды. Ал біздегі депутаттар ше. Ана баяғыдағы журналист маймыл Мақсат Толықбай, анау Қазақстанның бұрынғы президенттер туралы заң қабылданып кетті ғой десе, білмеймін, ондай заң естіген жоқпын дейді. Міне, естіме қабылдай салады, сыртыңнан қабылдай салады, өтті дейді. Бұл мемлекет па? Мынау Қазақстан деген бір мемлекет па? Бұның депутат па? Жоқ, бұлар бандылар. Бұлар бір топ ұрылар кәдімгі. Бұлар тіпті көше сыпыруға жарамайтын сүмелектер. Бірақ билік басында отыр. Көрдіңдер ме? Міне, билік басында отыр. Мен мына жерде істеп отырса марғуланғанма кімге айтайыншы? Көріп отырса маған тапсырмасын жазсын, міне. Маған қайсы күні жіберіп еді, көрмей қалдым ба? Қырғыздың сыртқы істер министрінің жазған жазуын жіберіп еді. Кәдімгідей астына соны жазып, мен аңтан қалғам, деп разы болғам. Міне. Бұл демократия менен диктатураның айырмасы, қазақтар. Демократия мен диктатураның айырмасы деген осы. Ал қалың елім қазағым, Қытай туралы енді бүгінгі лекциямның 3-ші тақырыбы, Қытай туралы лекциямды сөйлейін. Бұл енді бір күн бұрын қатты қуанып сүйінші Қытайға Трамп 100% кедендік салық салды деп едім. Ол қуанғаным ерте болып қалды. Сөзсе Қытай тізе бүге қалды. Ит Қытай ай. Мен тілеп едім, Құдай Ши Цзиньпинді адастыра көр, Трамппен ұстастыра көр. Трамппен ұстасып, сосын Трамп заланып Қытайға санкция салса екен, ары қарай 100% емес, одан да жоғары санкция салса екен. Құдай деп тілеп едім. Тахажутым қабыл болмады ма, нәпілім аз болып қалды ма, білмеймін, жоқ. Тахарат дұрыс алмай қалдым ба, білмеймін енді. Жоқ, TikTok имамның дұғасы қабыл болып кетті менде. TikTok имам енді тілейді ғой, диктаторлар аман болсын, Путин аман болсын, Ши Цзиньпин аман болсын деп TikTok имам тілейді. Ол салай тілейді. Себебі мұна екеуі құласа, біз қазақ билігін құлататынымызды, сосын оның басын шабатынымызды біледі. Сондықтан ол 100-ші барған қажылығында да Путин мен Ши Цзиньпиннің амандығын тілейді. Ол сияқты мұнафиқтер. Ол сөздің шыны солай ол. Солардың дұғасы қабыл болып кетті ғой деймін. Себебі олар қажыға барып, қаратасты сипап тұрып, жылап тұрып тілеген болу керек. Диктаторларды аман қыла көрші Құдай деп. Енді біз қажыға барған жоқпыз, қағбаның қаратасын сипаған жоқпыз. Баяғыда қажыға бармай, Монғолияға барып, Күлтегіннің тасын сипап қайтыппыз емес па. Ал енді не істейміз енді? Қытай аяқ астынан тізе бүкті. Құдай төбеңнен ұрғыр Қуғытай, арам Қытай. Құдай төбеңнен ұрғыр Қуғытай, арамза Қытай, түлкі Қытай. Сөйтіп, Трамптың 100%-лық кеден салығын жариялап жіберген кезде Қытайдың сауда министрі аяқ астынан шықты да, сіздер қате түсінбеңіздер,
Бұл мына өте маңызды стратегиялық мәні бар сирек жер элементтерін заңсыз пайдаланудың алдын алу үшін біз оны бір тәртіпке келтірейік дедік. Бірақ сирек жер элементтерімен өзіміздің коммерциялық одақтастарымызды қамдауды тоқтатпаймыз, ақалай көкалай деді. Яғни Америка саған сирек жер элементтерін береміз, сен қысқасы енді мына 100%-дық кеден салығыңды тоқтата тұр деген сияқты сөз айтты. Бұл тек біз жаңа қалаймақан пайдаланып кетпесін деп сирек жер элементтерін экспорттау, шетелге шығаруын бір тәртіпке келтірейік дедік. Бірақ жаңағы сауда әріптестерімізді сирек жер элементтермен қамдауды тоқтатпаймыз дейді. Қытайдың сирек жер элементтерін алатын ең мықты арманның біреу Америка, Жапония. Сөйтіп Қытай тізе бақты. Қысқасы сирек жер элементін қанша сұрасаң сонша береміз. Қысқасы біз сендердің қолдарыңды қақпаймыз деді. Бір күн бұрын ғана иттің ғана балалары тиым саламыз деді. Трамп ашуланып 100% салық салам деді. Екінші күні тұрды да иттің балалары біз осындай деп сауда министрінің баспасөз хатшысы оттап отыр. Ай, менің ашуым келген ай. Соғысса деп едім ғой шіркін ай. Пекинге, Шанхайға қарай зымырандар ұшса, әбден мына сасық көкіректенген коммунистердің күлінге құшырса деп тілеп едім. Болмай қалды, сөздің шыны керек. Болмай қалды, сөздің шыны керек. Осындай болды енді. Енді осы, бұл енді, сонымен Трамп та бір қадам артқа шегінді. 100%-дық кедендік салығын қарашаның 1-нен бастап саламыз деді. Қарашаның 1-не дейін Қытайлар алдап сулап сұрағаннан да артық қып сирек жер элементтерін беретін болып, немесе бағасын арзандаса шалың болды деп ары қарай оны күшін жоя сала ма. Қысқасы бір-ақ күнде Қытай тізе бүге салды. Бір-ақ күнде. Сол дұғамыз қабыл болмай қалды. Бүгінгі айтатын 3 тақырыбымды айтып болдым. Енді ары қарай кеңітіп сирек жер элементтер туралы біраз танымдық мағлұмат берейін. Сосын мына Нобель жаратылыстану пәндері бойынша, Нобель медицина, Нобель физика, Нобель химия бойынша сыйлық алғандар туралы біраз қысқаша ақпарат берем. Сонымен бүгінгі лекциям аяқтайды. Ал бұл лекциям аяқтағаннан кейін ары қарай онлайн сұрақ жауап бөлігіне кезек береміз. Сонымен тәмам. Мен бір ұттам шай ішіп алайын. Үндістанның масала деген шайы ғой. Керемет енді. Бірақ жаман ыстық. Бұл енді қазақ медицинасы бойынша ыстықтық екен тура. Ерніңді кептіріп, ішіңді қатырып, ыстық қып қояды екен. Енді бүгін бір жалбыз шай ішпесем. Мен өз шай құмармын. Көк шай, қызыл шай, үндінің масала шайы, сол сияқты нәрсе құмармын. Енді арақ ішпесем, темекі шекпесем, насыбай атпасам, анаша тартпасам, сыра ішпесем, жалғыз өліп өшіп бала күннен ішетін сусыным бар еді, қымыз ол жоқ. Енді не ішем енді? Енді шай ішем. Қымыз жоқ. Бұл Америкаға келген қазақтар бір бие байлап, қымыз сауып, оны тауар қылғанды да білмеді. Қымыз ішпей кеттік міне. Мынау Мейн деген штаттар бар, мынау Ойоминг штаты бар, анау Орегон штаты, ой, жер деген жатыр ғой. Су тегін арзан, жайлау ана жерлер деген. Маңғырған енді, маңғырған жер. Ана жерде сиырдың, ана бас әрен көрінеді. Сиырдың. Американың сиырлары дәу болады Орта Азияның сиырларынан. Сол сиырдың бас әрен көрінетін жайлауларда дегенің, енді ана жерде ана біздің ана Ақтаудың, Маңғыстаудың ана
картон қағаз қорап жеп, газет жеп жүрген, өмірі жеммен, сатылымдағы жемді жүрген шөптің не екенін бәлен ғасырдан бері ұмытып қалған біздің қазақтың сиырын алып келсе, тұяғы түскен жерден қозғалмай, сол жерден ақ семіріп кетеді ғой. Тұяғы түскен жерден қозғалмай айналасын жеп, тіпті әуел жатып жеп семіріп кетуі мүмкін. Енді соған қазақтар бір бие байламай жүр ғой, мысалы. Қазақтар бие байламай жүр. Байласа деген қазағы бар, қырғызы бар, башқұрт, ноғайы бар. Мына біздің қымызымызды ішіп үйреніп алған сарттары бар, бәрі қымыз ішеді. Тіпті әуел мен Алматыда баяғыда бір алғанда 15-20 литрден қымыз алам мен. Себебі үйдегілердің қымыз ішетін талабы ұқсамайды мысалы. Әкем аштылау ішеді, шешем жаңағы тәттілеу ішеді, мен жаңағы орташа ішем деген сияқты. Соған 20 литр қымызды алып алып, соны бөлек-бөлек баптаймын. Өз қымызшымын негізі, баптаймын, қатты баптаймын, тура сапырып, пісіп, ананы аштығып әкеме дайындаймын. Әкем деген енді тура марқұм жарықтық аштысын ішетін, шешем жарықтық жұмсағын тәттілеуін ішетін, саумалдауы көбін ішетін, аштыны түшіркеніп іше алмаушы еді жарықтық. Соның күші ме, енді Алланың берген өмірі ғой. Әкем енді 83 жасады, шешем қысқа жасап қалды. Шешем ерте кетті, 65-інде кетті. Шешем кеткеннен кейін әкем қысқасы тәркі дүние құсап қалды ғой. Сөзден қалды, сөйлемейді. Тамақ ішесіз ба? Тойды. Ауырып тұрсыз ба? Жоқ. Жүр сыртқа қыдырып келейік, жүреді. Сөйлемейді. Қысқасы тіл ауыздан қысқасы сөйлемей қойды. Жаңағы уқалап берейін білсе болды да. Уқаламай қой, жақсы да. Сол шешем кеткеннен кейін кетті ғой кісі де. Енді Америкада неше түрлі ананы істегісі кеп, мынаны істегісі кеп жүрген қазақ көп. Мен аңтан қалам. Қазақ өзі көшпенді халық едік, малшы халық едік бәленбай ғасырдан.